Ассалаумағалейкумдер, қайырлы кеш. Мынау деген, мынау Шотан Батыр тұрған. Мына жерде жол салынып жатыр ғой енді. 14-ші жылы салынатын жол енді салынып жатыр. Бізде мына жерде жол болу керек негізінде. Мына Досан Батырдан шығатын жол болу керек. Картада тұр жол. Мына жерден картада тұрған жол ғой. Жаңа арнап осы жерге келдім, қарайыншы деп. Армандаумен өтетін болдық. Жаназа шығаратын жер қалған жоқ. Бәрін сатып жіберді. Мына мақсат ішінде, мақсат алдында жер комитетінде жасады. Нұралы екеуі да. Жер комитетінде жасады. Сол кезде былықтырды ма, білмеймін не істегендерін. Енді менің үстімнен арыз жазып 701 мың 800 мыңдай ма штраф салып отыр ғой маған. 701 мың штраф салып отыр. Я, бұл деген масқара жағдай мынау. Мына біздің Маңғыстау ғой, мынау Маңғыстау. Мына жерде деген кезінде карта сызылды, бәрі бар. Мен алдап не істеймін құрсын? Жалған жаппаймын ғой. Соны бұрмалап отыр ғой. Алаяқ та, короче, алаяқ деп айттың деп маған үстімнен арыз жазып отыр. Алаяқ екені өтірік емес ғой. Алаяқ, 40 мың халықты алдап кеткен адам алаяқ болып есептеледі ғой. Мына жерден жол болу керек. Мына жерден ары қарай Салтанат магазинінен шығатын, қазір енді атын өзгертіп жіберді ғой. Осы жерден жол болу керек. Ана тас қаланып жатыр, салынып жатыр бірдемелер. Бұл жерде жол болу керек. Осы жол үшін біздер осында көшіп келгенбіз. Мысалға мен қазір өтірікші болып қалып отырмын. Бала шағамды алдап алып келген сияқты болып отырмын да негізі. Неге десем, жол түседі, осы жер жақсы жер болады. Автобус жүреді, аялдамалар бәрі белгіленген. Сондай оймен көшіп келдік та, енді бір жерден көшуге тура келіп тұр. Неге десең, бұл жерде кілең жаңа жан жақтан келгендер дей ма, жердің бәрін қалай болса солай сатып кетті ғой енді. Мына жерде мысалға жол болу керек. Мына текст деп жатыр ғой. Мына жақтан шығатын жол болу керек. Жолдың арасы 20 метр. Картада тұр ғой, картада. Осы жол 20 метр арасы. Осындай алаңымыз айналасына ағаш егілетін жер бәрі белгіленген. Бәрі белгіленген. Жаңа Найзабектің кезінде, Найзабек жайлаудың кезінде карта сызылды, бәрі белгіленді. Сол әлі ашылмай тұр ғой. Соны жаздың деп ізіме түсіп жүр ғой менің. Алдында 2 сотканы тартып алып кетті, ол енді кетті енді садақа. Садақа дейміз енді, оны ала алмағасын садақа деп айтасың ғой. По-любому ала алмайсың. Қарамайды. СБ-ға да жаздым, қарамайды вообще. СБ-ға да жаздым. Қарамайды, короче. Мына жерде жол болу керек бізге, үлкен жол болу керек. Мына жерде. Масқара жағдай, енді көп видеоны созбай ақ қояйын. Осы жол біздің айтып жүрген жолымыз. Осы үшін мен қудаланып жатырмын. 700 мың теңге штраф салып жіберді, 701 мың теңге штраф салып жіберді маған.